Ой, Айгүл, сен не пайынға бала тауып бере алмайсың, жарылтып, не тоқал алып бере алмайсың, жарылтып. Ойым сол ғой сен. Баяғы мен бір нәрсе айтқым келеді сіздерге. Баяғы Айгүл ханымды Сипин ағамен таныстырамыз ба деп айтушы едім. Бәрекелді. Айгүлмен танысамыз. Сонда айтатын біз. Менің аяғаныңды ертең құрчап қояды деп, сіз Айгүл ханым соны айтып отыр ғой, дұрыс айтасыз, бәріміз құрчап қояды, бәріміздің затымызды аяп жүрген нәрсеміздің бәрін құрчай, ояққа ештеңе әкетпей алмаймыз. Барлығы осы жақта қалады. Сондай нәрсе осы жақта жүргенде сол бір-біріміз сыйлап, ұрыспай, зекмей, жамандық айтпай, жамандық ойламай тату болғанымыз жақсы ғой. Сыйлау керек бәріміз. По-любому. Сипин аға. Жаңа Айгүл деген кісі кім? Сол Айгүлмен танысып жатырмын. Айгүл, таныстым мен сенмен. Айгүл ханым Айгүл қайерде тұрасың сен? Вот бәрекелден әнем сұрап жатыр. Айт, қаяқтансың? Біз Талдықорған сізге Талдықорғаннан жасыңыз нешеде? Екінші қатын, екінші әйел алып беру керек еркекке деген әңгіме, бос әңгіме ғой. Біздің Қазақстан Конституция бойынша ол бос әңгіме, ойнас ол кәдімгі. Ойнас жасайды, бала туады, ол бала чатарот қылады. Қазақ бар ғой, міне, мысалы, қазақ мешіттің некесі заңды түрде емес қой, Конституцияға жатпайды неке. Қазақ соны әдетпелендіріп, тоқал алып нетсе уже жаппай. Біраз уақыттан кейін өкіметтің өзі заңдастырады. Міне, дұрыс екен, халықтың саны көбейеді екен ғой деп. Осы практикадан өткеннен кейін. Сандық айтесің, баланы қарамайсың ба, памперс қанша тұратын, тамақ қанша тұратын, аяқ киім алып бердің бе өз баланы? Кеп-кешкенде аяқ киімнің өзі 7-8 мың теңге тұрады. Ол саңыз көбейткеннен кейін, оны не оқытамасаң, не киіндіре алмасаң, анадан мынадан қалған киіммен өссе бала. Одан не пайда, сапасы жоқ. Саны бар, сапасы жоқ. Қара құлдан не пайда, айтшы. Айгүл ханым. Айгүл ханым, сіз ол екінші әйел алатын. Егіз қозы туса, бір жусан артық өсетті. Әкем ана көп күшіп артық шығады деген әңгіменді қойшы. Қанша бала жүр? Сағана неге барып көрші, ана қараш қанша бала жүр? Киім керек. Қазір мектепте қанша ақша керек? Қаншама зат алу керек. Өте дұрыс айтасыз, Айгүл ханым. 4 таңды алып беріп, нанменен кеспеге тойдырып, ой мен баламды тойдырып атырмын деп отырсың ба? Соған да ризамыз. Бір минут. Айналайын, балаға керек қой, талай зат керек. Қазір заманға Айгүл ханым, бір минут тыңдайсыз ба? Мен сіздің ойыңызды тіке айта салайын. Айгүл ханым, егер ол екінші әйел қатын алатын еркек, ол дүниесі бар, жағдай бар, табысы бар, үлкен бизнесі бар, заводы бар, ол екеу емес 6-ын алады. Сіз неге оның жаныңыз ауырып жатыр? Ондай обеспечить етемейтін еркекке әйелді, во-первых, демейді. Еркек оны аламайды. 200 нарықпенен Алматыда қайтып қатын аласың? Кезекпен-кезек сөйлейді. Кезекпен-кезек ұрыспай. Айгүл ханым алады ғой, базар жоқ, алады қатынды. Шашылып атқан лотерея ма? Сатып аласылар. Ол дүниесі бар жігіт алады. Дүниесі бар еркек алады. Дүниесі бәйбішеге қалады ғой, бәйбішеден туған балаға қалады. Тоқалдың балалары түкте етмейді. Бір-біріңіз сіз ар жағына кетіп қалдыңыз. Сіз енді ар жағына кетіп қалдыңыз. Ол ислам жолымен алатын болса, бәріне теңге бірақ бөліп береді. Ол ақымақ адам алмайды. 2 әйел, 3 әйелді алу үшін академия, семейный академия деген сияқты бас істейтін еркек алады. Ақымақ еркек оған 10 қатына берсең де. Айгүл ханым, Сипин аға 1 минут күте тұрыңызшы. Айгүл ханым, мен сізге екінші әйелден бұрын жаңағы мұсылманша неке туралы айтып кетейін. Ол Алланың алдындағы неке важны, заңнан бұрын. Алланың алдында некеңіз адал болу үшін
неке мешітке барып қиылады. Сіз совет заманынан сіз сол үшін қарсы боласыз. Ол Алланың алдындағы мұсылманша неке о дүниеңіз үшін и бұл дүниеңіз үшін де. Сол үшін ол неке туралы түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Түседі жапырақ. Не веник бар үйде? Ой, веник бар. Гүлмира ханым. Гүлмира ханым. Ау, және. Тоқалғып. Шамадыңыз бар. Бала күн берен олсаңдар болды. Атаны үйлендір алмай ақылды. Ол ақылды. Сепен ата бар ма еді? Сепен ата? Да. Сепен ата. Ақмақ аға деп жүрген еке ол еш уақытта айла алмайды оны. Оны түсінсеңдер сөздерін. Қалай мен біреуді ақмақ деп айтқым келді, бірақ ол әйел алу бекер нәрсе емес қой, ол жауапты ғой. Ол жауап береді, балаларына, басқасына бәріне міндетті ғой жауап беру. Алланың алдында жауап береді соларға. Сондықтан ол сендер ойлайсыңдар, әйел ал десе, ой ала береді, бірден келсе бүйте береді деген сияқты. Мен білмеймін, көшеде құрыш сандалып жүрген әйел жоқ қой, барып ала салады. Не базарда сатылып жатқан жоқ, барып маған әйел алды. Сепен аға 1 минут бола ма? Сепен аға 1 минут бола ма? Ол еще өмірде келе ма, келмей ма? Сенің оқыладыңа көне ма, көнбей ма? Жас өтіп бер. Сепен аға 1 минут күте аласыз ба? Мына жерде комментарияда қырылып жатыр ғой. Айгүл ханым қырылып жатыр, иә. Айгүл ханым комментариядағыларға айтарым, ол барлық сіздердің байларыңызға міндеттелмеген, қорықпаңыздар. Оның өзінің жолы бар, өзінің несі бар, дін Құдай алдындағы міндеті деген нәрсе бар. Бәріңіз бірден жоқ, мен байымды ешкіммен бөліспеймін, мен алып бермеймін. Қорықпаңыздар. Ол айтылған ғой, жаңа айтты ғой Дана ханым. Егер жүрек бәрібір әділеттілік жасай алмайды дейді. Лучше бір әйелмен қалғаны дұрыс деген болды ғой, сіздер жауабын алдыңыздар ғой. Несін қатты бүйтіп беріліп жатсыздар. Ол сіздің күйеуіңіз шешеді шындап келгенде. Күйеуіңіз алам десе, әйел адамда адам дұрлы көріней отыр ғой мына жерде. Саламатсыз ба Бақыр ханым? Айгүл ханым, сіз байыңызға ештеңе әпермеңіз. Айгүл ханым, сіз байыңызды ұстап отырыңыз. Белмен байлап алып, өз беліңізді байлап қоя, жіппен жетектеп жүріңіз. Ол өздеріңізді ғой. Айтты ғой, Гүлмира нақсын айтты ғой, түсінетін адам болса Гүлмира жақсысын айтты ғой. Біреуге айтпаңыз. Комментарияда әртүрлі. Иә, комментарияда бәрі қорқып жатыр да. Байымды бөліспеймін. Байдың қажеті жоқ. Құрашин бөкірейтіп кететіндер де бар. Айгүл ханым, ойыңызды өзгертіп, неге сіз сонша қиналасыз? Қатты ашуланып. Жоқ. Мен айналайын жақсы кісіген, бірақ өмірде жақсы кісіген мен о кісіге келмеймін. Тоқалы болып тиетін маған. Бала туып бер аға. Менің көзқарасым сәсен бөлек. Жасыңыз қаншада? Көзқарасым бөлек менің. Жасым 50-де, 51-демін. 51-де, әйеліңіз бар ма? Бар. Аха. Екінші әйел, үшінші әйел? Бақар ханым, микрофонды не ала тұрасыз ба? Бақар.